Сәлем достар, бүгін біз сіздерге оқушылар сарайына қалай онлайн тіркеу жасауды көрсетеміз. Ол үшін интернет желісінен білім алматы сайтын таңдаймыз. Ол жерден тіркеу тетігін басамыз. Экранда көрсетілген бетті толтырып, тіркелу батырмасын басамыз. Сәтті тіркелген соң, басты беттегі кеңінен таралған қызметтер бөліміндегі үйірмеге қабылдауға кіреміз. Енді көрсетілген жерге оқушылар сарайының деректерін енгіземіз. Іздеу батырмасын бассаңыз, оқушылар сарайының сіз таңдаған үйірме туралы ақпарат шығады. Онда жетекшінің есімі, үйірме бағасы және толық ақпарат көрсетіледі. Аталмыш үйірмеге өтінім жіберу үшін өтінімді жіберу жасыл батырмасын басамыз. Экранда көрсетілген бетті толтырамыз. Өтінім жіберілген соң, өзіңіздің статусыңызды көре аласыз. Сарай басшылығы өтінімді 3 күн ішінде қарастырады. 5 минут уақыт ішінде үйден шықпай-ақ оқушылар сарайының үйірмесіне жазыла аласыз. Біз сізді күтеміз.